Мен Абай облысы Аягөз қаласы мектеп жанында интернаты бар, жалпы орта білім беретін нөмір 6 мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 7 сынып оқушысы Аманжолова Аймара. Бүгінгі менің жобамның тақырыбы су көлік саласындағы техникалық құрастыру катер. Жобаның мақсаты су көлігінің құрылысын модельдеу арқылы техникалық ойлау қабілетін, шығармашылық пен инженерлік дағдыларын дамыту, сонымен қатар су көлігінің саласының маңыздылығын түсіндіру. Міндеттері: су көлігінің макетін жасау үшін қажетті материалдарды анықтау және дайындау, жобалау сызбасын құру және макет жасау кезеңдерін жоспарлау, су көлігінің сыртқы және ішкі құрылымына талдау жасау, қауіп-қатер факторларын зерттеу, мысалы химия апаттары, ауа райының әсері, техникалық ақаулар, модельдің эстетикалық және функционалдық жағын үйлестіру, жобаны көрмеге немесе презентацияға дайындау. Макетті жасауға қолданылған материалдар: картон, пенопласт, ағаш таяқшалар, бояу, желім, шағын жарықтар, лед, әсемдеу үшін жылтыр қағаздар. Макетті құрастыру кезеңдері: сызбасын жасау, қаңқасын дайындау, қабырғаларын және палубасын құрастыру, бояу және безендіру, макетті толық жинау. Су көлігі адамзат тарихындағы ең алғашқы көлік түрлерінің бірі. Бүгінгі таңда ол жүк тасымалы, балық шаруашылығы және жолаушылар тасымалдау сияқты көптеген маңызды салаларда кеңінен қолданылады. Су көлігінің тиімділігімен қатар белгілі бір қатері де бар. Осы жоба арқылы мен су көлігінің құрылымын модельдеу және ондағы техникалық қатерлерді зерттеуді мақсат еттім. Су көлігіндегі негізгі техникалық қатерлер: ауа райы жағдайлары, күшті дауыл, жел және толқынның кеменің аударуына немесе бағыттан ауытқуына себеп болуы мүмкін. Техникалық ақаулар: қозғалтқыштың істен шығуы, басқару жүйесінің бұзылуы, электр желілерінің ақауы. Навигациялық қатерлер: жағалау немесе басқа кеме арқылы соқтығысу, қате бағытпен жүру немесе навигация құралдарын дұрыс жұмыс істемеу. Механикалық зақымданулар: коррозия, яғни тот басу, су өткізу қабілеті төмен аймақтардың пайда болуы, құрсау мен палуба арасындағы жарықтар. Адам факторлары: экипаждың тәжірибесіздігі, қауіпсіздік ережелерін сақтамау, шамадан тыс жүктеу. Мен макет жасауда мынандай материалдарды қолдандым: ыстық желім, пенопласт, түрлі түсті қағаздар және әсемдеу үшін жылтыр қағаздарды қолдандым. Мен пенопласттың шетін әсемдеу үшін желім арқылы жылтыр қағазды шетіне жабыстырдым және де ары қарай әсемдеу үшін жарық шамдарын орналастырдым. Мынау дайын болуға жақындап қалған катер макеті. Мына жерде мен катерді толық макетін жасап аяқтадым. Жобаның нәтижесі: су көлігінің нақты үлгісі жасалды, құрылыс кезеңдері бойынша сызба мен материалдар таңдалып, модель жиналды, сонымен қатар қауіп төндіретін негізгі факторлар талданып, олардың алдын алу жолдары ұсынылды. Қорытындылай келе, су көлігі пайдалы, бірақ қауіп-қатері де ескерілетін көлік түрі. Мұндай техникалық жобалар шығармашылық және инженерлік қабілетімді дамытып, болашақтағы техник маман болып қалыптасуыма ықпал етеді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.